Аман есенсіздер ме, қымбатты менің демеушілерім, көрермендерім, бәріңізге үлкен алғысымды айтамын. Мені осы уақытқа дейін демеп, қолдап жатқандарыңызға бүгін бір өте жеңіл, әдемі, тез жасалатын бір салатты көрсетейін деп жатырмын. Алдыменен міне мынандай түсті капуста дейміз, 40 қабат. Осыны тураймын. Өте жұқа етіп. Қалта көтеретін, көп өнім кете бермейтін, әрі әдемі, жылдам жасалады. Сондықтан осыны жасасаңыздар болады. Қымбатты көрермендер, міне жаңағы 40 қабаттың жартысын турадым. Енді бұны аздап тұздай тұрамын. Көп емес, міне мынандай мөлшерде. Міне қымбатты көрермендер, турап, аздап тұзға басып қойдым. Енді келесі кезекте мына кәдімгі өзіміздің ақ капуста соны тураймын. Дәл сондай етіп. Бұлай етіп, мына ұзыншақ етіп, мына бұрышты турадым. Көрермендер, мына екі түрлі капустаны енді араластырамын. Мынау міне алдын ала кішкене тұзда тұрды. Міне енді чеснок, сарымсағымызды саламыз. Мынадай 4 тал бұрыш. Аздап қана тұз себе саламын. Енді мынау кәдімгідей ащы бұрыш. Ащы бұрыш, міне, жарты қасық. Енді мынау паприка. Мына майды қайнатып қойдым. Тұштып дейміз ғой. Бисмилля. Енді міне ең соңғы кезектерде соевый соус, бір қасық, жарты қасық, 1,5 қасық, уксус, сірке суы, төменгі пайыздық 6%. Бұдан толы 1 қасық. Өте қарапайым әдіс, қарапайым ғана салат. Бір 10 минут бетін жауып, өз бір-бірмен дәмі үйлескенше қойып қоямыз. 10-15 минут қоюға да болады. Міне қымбатты көрермендер, менің салатым дайын болды. Егер де ұнап жатса, сіздер де дәл осындай етіп, оңай әрі көп өнім кетпейтін осындай салат жасаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.